естіліп тұр ма сізге? Естіліп тұр, аха, айта беріңіз, аха. Түзету 23-ші Семей қаласындағы түзету мекемесінде болып жатқан заңсыздықтарды көтеріп, өзіміздің құқығымызды қорғау үшін арыз жазып, сол арызымыз арқылы сол үшін бізді ұрып соғып, басқа мекемеге заңсыз ауыстырып жіберіп отыр. Ұрған кезде қай жерлеріңізді ұрды, қалай ұрды, ұрғандарыңызды айта аласыз ба, қалай ұрды? Үстіміздің барлығы гематома болды, басымыз ісік болды, Қарағандыға келген кезде. Сөйтіп бізді ешқандай да смыйға шығарған жоқ, Қарағандының подвалына екеумізді қамады. Сөйтіп сол жақтан бізді Ақтөбеге шығарды, Ақтөбеден осы мына Атырауға жіберді. Біздің ешқандай үстіміздегі побойларымыз снимать еткен жоқ, только терапевт жазып журналына регистрация жасады. Сөйтіп первый скорыйды шақырып бір рет помощь көрсетті, болды. Содан кейін бізді ешқандай арызымызды да қабылдаған жоқ. 2 күн өтіп кеткеннен кейін іс қозғалды деп бізге тергеуші келді. Ол тергеуші қазір енді ол істі жауып тастады. Бізді ешкіммен хабарластырған жоқ. Ұрған кезде кім ұрды сіздерді? Қанша адам жабылып ұрды? Қанша адам жабылып ұрды? Кім ұрды? 23-ші мекеменің бастығының міндетін атқарушы Жұмашев Уалиха Батырович, сосын оперативдің бастықтары, режим отделдің бастықтары, воспитательдің бастықтары, сосын конвойдағы еркектер болды. Қызымыз екеумізді бір кабинетке қамады, 15 адам. Сөйтіп барлығы бізді қорқытты, нетті, содан дере айқайлады, терезеге басын шығарып, бізге көмек беріңдер деп. Соны бүкіл зона естіді, зона көтерілді, мына 2 қызға көмектеріңдер, шығарыңдар, қамамаңдар деп. Сөйтіп солардың көзінше бізді көрсетті классқа. Не үшін ұрды сол кезде? Вагон саққа. Оған да біз жол бойы айттық, біз прокурормен кездестірген, бізді немен кездестірген, ешқандай мен кездестірген жоқ. Қарағандыға дейін бізде вагон зақта ешкіммен кездестірген. Прокуратура келмеді ма сіздерге? Прокуратура келмеді ма қызметкерлері? Прокуратура келді. Заявлениеміз қабылдап алды, но исходящий ештеңке берген жоқ. Біз военный прокурорға жаздық, генеральный прокурорға жаздық, Қарағандының СИЗОсында жатқан кезде адам құқығын қорғау мекемесіне жаздық, барлығын бізден қабылдап алды, исходящий берген жоқ. Сіздерге мынау гематома болып сізді ұрғаннан кейін, жаңа жарақаттар алғаннан кейін медбике қызметкерлерін шақырды ма? Медбике сол Қарағандының өзінің фельдшері, терапевті біздің үстіміздегінің барлығын жазды. Но өлшеген де жоқ, ештеңке қойған жоқ, журналына полностью жазды. Жазып алды. Сіздерге 26 июнь күні Куйызда үлкен совещание болды біздің ісіміз бойынша. Сөйтіп Куйыздың бастығы не беріпті, барлық нелерге телефонограмма беріпті. Осындай болды деп, но факт, что бізді жауып тастады. Ешкіммен кездестірген жоқ, ешкіммен неткен жоқ, бізді Атырауға кеп тастады. Енді бұл жерге 12 июльда адам құқықтарын қорғау мекемесіне жаздық, генеральный прокуратураға жаздық, антикоррупционный службаға жаздық. Исходящий берді, но олардың ешқайсысы ответ беріп отқан жоқ. Оны да біз ойлап тұрық, ондай өтірік исходящий берді, ол хаттарымыз еш жаққа кеткен жоқ деп. Мекемеде болып жатқан заңсыздықтар бізге киім бермеді, бізге киілген сотталғандардың киімі берді, бізге өкіметтің бөлген киімінен жаңа киім берілген жоқ. Сол кезде не үшін ұрды сіздерге? Не үшін ұрды? Ұрған себебі не? Сол кезде айтыңызшы. Енді зере жұмысқа тұрды осы мекемеде, жаңа 20-ші мекемеде. Жұмысқа тұрды, оның айлығын бермей, айлығынан мекемеге заттар алғызды. Ол бірі. Содан кейін екінші киім бермеді бізге. Халат, кәдімгі правительствоның бізге берген халаты болады ғой, сотталғандарға киетін. Соның ешқайсы сол жақта бөлінбейді, киілген сотталғандардың киіп тастаған киімдерін береді бізге. Біз соны көтеріп, антикоррупционный службадан көмек сұрадық. Заявление жазып, неге бізге бөлінген ақшалар бізге дейін жетпейді, бізге неге ол ақшалар келсе, біз неге бүйтіп қиналып отырық деп заявление жазғанның арқасында бізді осындай ұрып соғып, осындай біздің мекемеден мекемеге ауыстырып жіберді. Ал енді ол қандай біздің сол жақта бізге айтқанымызды істемеді, сондай кететін оны кетпеді деп бізге отрицательный степень беріп отыр. Минус степеньді беріп, осы жаққа жазып жіберіпті. Сол мекеме 23-ші мекеме. Ал бізде бүкіл қолымызда қағазымыз, дәлеліміз
оны бізді ешкім қабылдап отқан жоқ. Жақсы. Арыз ішкі істер министрінің атына арыз жаздыңыздар ма осы круиз туралы? Барлығына жаздық, барлығына жаздық, болған жағдайлардың бәрін жаздық. Факт, что исходящий бар, ешкім ответ беріп жатқан жоқ. Прием сұрасақ председательге біз тыңда десек, ол бізді тыңдамайды. ОСБ-ның бастығы, круиздің ОСБ-ның бастығы Женченов деген кісіге 3 рет жаздым. Ол кісі Жәнібек деген председатель круизға 3 рет жаздым. Қабылдамайды, ответ те жоқ, мен сені қабылдамаймын деген. Адам құқықтарын жөндеу комитетіне 2 рет жаздым, генеральный прокуратураға 3 рет жаздым, военный прокурорға 2 рет жаздым. Ешқайсысы қабылдап жатқан жоқ. Ешкім бізді қабылдап жатқан жоқ. Зато бізге жаңа семейдегі осы заңсыздықтың бәрін жасаған бастық бізге неше түрлі хаттар жазып жіберіп жатыр. Сендерге біз минус депін бердік, сендерге біз нарушение бердік, сендерге біз осындай деп. Біздің киімдерімізді жинатқызған жоқ, тамақтарымызды жинатқызған жоқ. Енді соған хат жазсақ, біздің киімдерімізді беріп жерінде біз мына жақта киімсіз отыр десек, бізге сендердің ешқандай киімдерің қалған жоқ деп тағы да өтірік ответ жазып жіберіпті. Мадина бізге көмек керек, бізді қабылдасыншы бір қандай десем болады, қоғамдық мекемелер болсын, қорғаушылар болсын, осы түрменің несін қалай не дейтін еді, независимый сондай қоғамдық ұйымдар болса бізді қабылдасын. Біздің қолымызда барлық документтеріміз тұр. Бізді ешкім қабылдап отқан жоқ бұл жерде. Күні администрация президента, уполномоченный по правам человека, антикоррупционная служба, КУИС МВД РК, председателіне жаздым. Содан кейін неге жаздым? Антикоррупционный службаға жаздым, сосын ОСБ-ға жаздым. КУИСтің ішіндегі ОСБ-ның бастығы Женченовке жаздым, Жәнібековке жаздым, уполномоченный по правам человека жаздым, генеральный прокурорға жаздым. Барлығына бір исходящий берді. Ал кетпеген, енді барып менің Астанадағы туыстарым барып сұрайды, исходящий номермен ешқандай ондай письмо келген жоқ деп. Сонда бізге өтірік исходящий беріп отыр, ал письмо бұл жерден кетпеген. Біз көмек сұрап барлық органдарға хабарлаттық. Бүкіл басшы органдардың барлығына жібердік. Но получается бұл жерден хат кетпеген, ешқандай хат. Енді сондықтан көмек керек деп. Меруерт ханым, енді біз исходящийді сізден алу үшін көшірмесін қалай алсақ болады сізден? Исходящий номер менде жазылып тұр. Берейін ба исходящий номерді? Айта салыңызшы аха номерін. Ана исходящий номерді мен сізге айтайын. Мынандай номермен кетті. Номер 30-22-I-12-99 ЖТ-П-797 12 июль 24 жыл. Осы исходящиймен 5 жерге кетті. Администрация президентаға кетті, сенатқа кетті, мәжіліске кетті, уполномоченный по правам человекаға кетті, генеральный прокуратураға кетті, председатель КУИС МВД кетті, одан ОСБ КУИС МВД РК Женченовқа кетті. Осы бір исходящиймен менің 6 жерге письмом кетті, одан получается ешқайсы бармаған. Сіздерге жауап келген жоқ, Енді Астанадағы туыстарымыз бар. Түсіндік. Канцеляриядан сұрадық, жоқ. Сіздерге жауап келмеді ғой, Меруерт ханым? Ешқандай жауап берген. Жақсы. Аха, рахмет. Ешқандай жауап берген жоқ, сондықтан мен сізден көмек сұраймын. Бізді қоғамдық адамның құқығын қорғау мекемелеріне біздің өтінішімізді жеткізсеңіз, сол үшін көмек сұрап тұрмын.